Міне, күн шуағын төгіп, жайнаған мектеп ауласы. Әр қадам басқан сайын көз қуантатын гүлдер самсап өсіп тұр. Олардың иісі бір сәтте болсын шаршағаныңды ұмыттырып, жан дүниеңе тыныштық сыйлайды. Мақтанышпен өсіп тұрған аршалар мен шыршалар мектебімізбен қатар бой көтеріп, табиғаттың өзі тарту еткен ғажап көрініс. Алтын түске боялған алмағаштары да жемісін беріп, ерекше көрініске енеді. Бұл алма ағаштары жай ғана көлеңке беріп тұрған өсімдік емес, олар еңбектің, мейірімнің, табиғатпен үйлесімділіктің айғағы. Тазалық пен әдемілік тәрбие мен мәдениеттің бастауы. Ауладағы әрбір гүл, әрбір ағаш ұқыптылықтың, еңбекқорлықтың нәтижесі. Сонымен қатар, мектеп ауласындағы денсаулық жолы оқушылардың салауатты өмір салтын ұстануына бағытталған ерекше әрі пайдалы бастама. Бұл жай ғана жүріп өтетін жол емес, бұл жолмен жүрген әрбір қадам денсаулыққа қосылған үлес. Айналаң таза болса, көңілің де таза. Әсем табиғатты аялау, өзімізді аялау. Сол себепті мектеп ауласын күтіп ұстау әр оқушының, әр қызметкердің борышы. Тазалықты сақтап, табиғатты қорғап үйренген ұрпақ болашақта жауапкершілігі жоғары, саналы азамат болмақ. Ендеше бәрімізде осы сұлулықты сақтауға, арттыруға атсалысайық. Тазалық пен әдемілік тәрбие бастауында тұратын асыл құндылық екенін ұмытпайық.